жас едім, өмір керген бойламаған. Өмір, уақыттың бізге аманаттаған ең қымбат сыйы. Ол үнсіз басталып, сан алуан соқпақтармен жалғасып, бір күні мәңгілік тыныштыққа ұласады. Адам ғұмыры өлшемі шектеулі болғанымен, мағынасы шексіз кеңістік. Сол кеңістікте әрбір жан өз ісі мен өз үні арқылы өмірдің мәнін айқындайды. Арықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Қалайсыңдар балаларым, тұрдыңдар ма? Солай ұйықтап жатсыңдар ма? Жақсы әке, таяқында өздеріңіз қойсыздар. Бәрі дұрыс болмай жатсын ба? Тұрғанбыз, үйде жүрміз. Балам, если жұмысың бітпей, не қыса асықпай-ақ қой, онда біз өзіміз оқылданып қайта береміз. Бәрі сұрап аламда. Көр енді байқаға байлап жүр. Бұл деректі фильм бір ғұмырдың шежіресі. Жарық дүниеде өз орнын тауып, маңайына мейірім мен мағына сыйлаған жанның рухани келбеті жайлы сыр. Біз оның өткен жолына үңіле отырып, тек бір адамның тағдырын емес, өмірдің өз болмысын тануға талпынамыз. Өйткені адам кетеді, бірақ оның жақсы ісі қалады. Уақыт алға жылжығанымен, жүректе сақталған естелік мәңгі. Бұл фильм артында ізгі ісі, жарқын естелігі қалған асыл азамат, ардақты әке, асыл жар, сүйікті ата, Нүсіпжан Қасымжанұлының жарқын бейнесіне арналады. Сен қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Өмір өнеге. Нүсіпжан Қасымжанұлы Құдайбердиев 1966 жылдың 21 сәуірінде Алматы облысы Райымбек ауданы Сүмбе ауылында дүниеге келді. Қасиетті Қарасай мен Кегеннің етегіндегі табиғаты көркем, дархан мінезді ел қоныстанған өңірде өмірге келген сәбиге ата-анасы үлкен үміт артты. Әкесі Қасымжан, анасы Злиха қарапайым ел қатарлы азаматтар еді. Екеуінің тұрмыс тіршілігі Райымбек ауданына қарасты Қызыл Шекара ауылымен сабақтасып жатқанды. Берекелі шаңырақта 14 перзент өмірге келіп, солардың ортаншысы болып, Нүсіпжан ержетті. Көп балалы отбасында өскен бала жастайынан бауырмалдықты, сабыр мен сыйластықты, еңбекқорлық пен жауапкершілікті бойына сіңіріп өсті. 1973 жылы Қызыл Шекара орта мектебінің табалдырығын аттап, 1984 жылы аталған білім ордасын тәмамдады. Мектеп қабырғасында алғырлығымен, ашық мінезімен, достарына адалдығымен ерекшеленді. Ұстаздарының үмітін ақтап, қатарластарының ортасында сыйлы болды. 1985 жылы азаматтық борышын өтеуге аттанып, 2 жыл әскер қатарында қызмет етті. Әскери міндетін алыстағы Владивосток қаласында атқарды. Бұл жылдар оның мінезін шыңдап, жігерін жани түсті. Тәртіп пен төзімділікке үйреніп, елге есейіп, жауапкершілігі артқан азамат болып оралды. Әскерден кейін білімін жалғастырып, Қарағанды қаласындағы фотограф мамандығын меңгерді. Өнерге жақын жүрегі, сұлулықты көре білетін, фото өнер арқылы талай сәтті таспаға түсіріп, адамдардың қуанышын, өмірдің жарқын мезеттерін мәңгілікке қалдырды. Оның объективі арқылы талай отбасының бақытты сәттері тарих болып сақталды. Нүсіпжан Қасымжанұлы ең алдымен ардақты әке, өмірлік жары екеуі, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлдары Шыңғыс пен Данияр, қыздары Гүлдана мен Мақпал. Ол әке ретінде балаларына адалдықты, еңбекқорлықты, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйретті. Өзінің ісімен, мінезімен үлгі болды. Шүкір, бүгінде ұлдары ұяға, қыздары қияға қонып,
өмірдің бір кірпіші болып қаланған, әке ана сенімі ақталған, әр салада жемісті еңбек етуде, қазірде ұрпағынан өрбіген Іңкәр, Фарух, Амина, Раяна, Адина және Кәусар есімді немере жиендері бар. Осы орайда Нүсіпжан Қасымжанұлы немерелері үшін мейірімді ата, ақылшы, қамқор жан еді. Олардың әр жетістігіне қуанып, әр қадамын тілекпен қолдап отырды. Сонымен қатар Нүсіпжан Қасымжанұлы өте көпшіл, ақкөңіл, бауырмал адам болды. Достары да, аралас құралас болған ортасы да көп еді. Қай ортаға барса да, өзіне тартып тұратын шынайылығы мен ашық мінезімен сый құрметке бөленді. Достыққа адал болды. Қиын сәтте жанынан табылатын сенімді жолдас еді. Ол ел аралағанды жақсы көретін, жаңа жер көріп, табиғат аясында серуендегенді жаны қалады. Әсіресе аңшылықты ұнататын, табиғатпен үндесіп, кең даланың тынысын сезіну оның жанына жақын еді. Бұл қызығушылығы оған сабыр мен тереңдік сыйлады. Құдалық жолмен талай сыйластықтың дәнекері болды. Алматы қаласынан Айша құдағайы, Қаскелеңнен Ерсайын құдасы мен Ләззат құдағайы, Мәриям құдағайы өмірлік сыйластығы жарасқан жандар. Әлбетте, Нүсіпжан әке ағайын туыс құда жекжат арасындағы татулықты әрдайым жоғары қойды. Жаным, сендер аман болсыңдар, біз де аманбыз. Тұрған екенбіз әзір. Өлең айтып отырмыз. Жас құшақ, еске алып. Ренжіме жаным. Я тебя люблю, жаным. Мен сен үшін жаным берем. Атасым кешіріп. Менің берекем, балышым. Атасым кешіріп. Берекем сенсің ғой. Өмірде күлкі сан бақыт деймін. Өтті күндер өзіңсіз жыл айналып, қатал тағдыр адамды сынайданып, оралмадың қайғырып жоқтасақ та, жетім жүрек өксейді жылайданып. Жан едің ерекше бір жаратылған, байсалды да сабырлы дара тұлға, жаның ізгі жүзіңнен шуақ шашып, жақсылыққа жанашыр ара тұрған. Өмір бойы біз саған борыштармыз, уақыт өтер бұл күннен алыстармыз, өшпес бірақ санадан асыл бейнең, дұғамызды әр қашан бағыштармыз. Адам бұл өмірге қонақ деген рас екен. Ардақты азамат, асыл әке Нүсіпжан Қасымжанұлы 2025 жылдың 4 наурызында Есік қаласында дүниеден өтті. Бар болғаны 59 жыл өмір сүрді. Алайда бұл жылдар мазмұнға толы, ізгілікке толы өмір жолы еді. Ол артына өшпес із қалдырды. Балаларына асқар тау әке, немерелеріне мейірімді ата, бауырларына қамқор тірек, достарына адал жан болып есте қалды. Адам өмірінің өлшемі, оның жасаған жақсылығы мен артында қалған өнегесі десек, Нүсіпжан Қасымжанұлының ғұмыры соның айқын дәлелі. Оның жарқын бейнесі жүректерде мәңгі сақталады. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын, жаныңыз жәннаттың төрінде шалқығай. Бақи бол, әке.